Жоқ, ешқандай қиыншылықты көрген жоқпын. Мен Калифорниядамын, сосын анандай ауа райы бізде жоқ. Боран деген бізде жоқ. Үйрендім бірақ боранға күшті қалың киімді сатып алдым, қазақстанский. Сосын жазда Калифорнияда біз сондай ып-ысы ауа райы жоқ. Соған үйрендім. Дачаға баруды үйрендім. Маған қатты ұнады. Қазақстанда болғаныма өте қуаныштымын, мақтанамын. Қызыма мақтанамын, папама мақтанамын. Бәріне айтамын Қазақстанда. Қазақстан былай жақсы, салты, дәстүр жақсы, өте қонақ жайлы адамдар. Сондай нелерім есімде әлі қалды. Тәжірибе өте жақсы болды. Тамақ маған ұнады. Ет, қойдың басы, бешбармақ маған ұнады. Манты. Қазақтың күйі, адайдың күйі мен ең сүйікті күйім. Айтыс маған ұнады. Сосын қазақ қыздар өте әдемі. Қазақтар өте жақсы адамдар болғасын. Мен күнде риза болдым. Ешкім маған тиіскен жоқ екі жолдың ішінде. Сыйлаймын қатты қазақтарды. Орыстарда бірақ орысша сөйлемегесін көп орыстармен сөйлескен жоқпын. Қазақстанға бірінші келген кезімде мен бір сөз білген жоқпын. Бір әріпті білген жоқпын. Келгесім мүмкін 6 айдан кейін күнде оқығасын, өзім үйде отырып, қазақтың журналды оқып, білмеген сөздерді жазып, сөздікпен жазып, сөйтіп жай үйрендім. 6 айдан кейін былай жақсы сөйледім, жақсы үйрендім, бірақ әлі түгелдей емес, әлі дұрыс сөйлей алмадым. Сосын мүмкін бір жолдан кейін былай есіме түсті. Мен бірінші келген кезімде мен дым білген жоқпын. Енді бір айдың ішінде былай жақсы сөйлеймін. Сосын ол маған күш берді. Күш бергесін мен тезірек үйрендім. Адаммен сөйлесіп, мен қазақ басымен сөйлестім. Гүлжамиға апа ол маған көп үйретті. Роман ағай, Асқар бәрі достарым, қазақ семьяман көп үйретті. Сөйтіп былай үйрендім. Күнде қазақтың тағамын жеп қойып маған қатты ұнағасын. Күміс маған бауырсақ, шұбат, құрт жедім. Бәрі маған ұнады. Сорпа, қазы, бәрін жедім. Қазақтың қонақжайлығы өте жақсы, өте жоғары дамыған. Соны байқап маған қатты ұнады. Мысалы, Америкада біреу мен үйіме келіп кетсе, міндетті түрде оларға тамақ береймін ба, бермеймін ба, ол қазақша емес. Міндетті емес. Өзіне байланысты. Әр адамның өзінің мінезіне байланысты. Қазақстанда ондай жоқ. Келіп ауыз ти дейді. Ауыз ти дегесін адамға кетуге болады. Андай салтты маған, қонақты сыйлауды мен жақсы көремін. Андай салт, қазақтың салты. Айтыс маған ұнады, ол салтты емес. Наурыздағы нелер маған ұнады. Ойындары, көже, ол да салт сияқты. Үлкендерді сыйлау андай салт маған қатты ұнайды. Сосын жеті аты, ол да маған өте қызықты көремін. Құдай бұйырса мен қызыммен барам, үйленіп, қызымды көрсетемін. Мен апама,
ағаларыма бәріне көрсетемін. Күшті қызым, қазақша ұмытпай тағы барғым келеді. Тағы да қазақтың тағамын жегім келеді. Көрмеген жерлерін көргім келеді. Теңізге тағы барып, Шымкентке, Астанаға бәріне тағы барғым келеді. Әрине, ол мына қыз жақсы, ол өзінің достарына мақтанады. Morgan күшті жеге, ол жақсы жеге, ол қазақша біледі деп мақтанады достарына. Мен таң қаламын кейде. Вау, мынандай ол әсер етті оған. Мен байқадым. Morgan қазақша жақсы сөйлейді, сондай ол соны сыйлайды. Мен осы қызды жақсы көрмеймін, ол менің жаным қыз.